Перенжоппен барам дейтін студенттер қандай документтерді дұрыстайын деп сұрайды. Осы жерде айта кетейін, ең бастысы сізге қажет ол паспорт, яғни загранный паспорт. Соны тапсырып қойыңыз. Соны алғаннан кейін ғана басқа документтерді реттеуге кірісіңіз. Өйткені сіздің документіңіз, паспортыңыз басқаша әріп жазылып қалуы мүмкін, бір ғана әріп басқаша болып кетуі мүмкін. Сіз мына жақта оқу орныңыздан справканы, имматрикуляцияны бешайнигунг деген документтер бар, маңызды документтер, соларды толтырып қойғаныңыздан кейін сәл дұрыс келмей қалса, ол да әсерін тигізеді, ол да әсерін көрсетеді. Сол үшін бірінші орында паспорт, одан кейін оқу орнынан справка керек болады сіздерге ағылшын тілінде. Егер сіздер университеттеріңіз ағылшын тілінде бермесе, нотариустен орысшаға аудартырып, переводчик нотариуспен заверить етіп, сосын ғана реттеу керек. 3-4 фото, имматрикуляцияны бешайнигунг, сонымен қоса студенттік билет и анабинден справка. Оның барлығыны біз сіздерге көмектесе аламыз. Бізбен барып жатқан студенттерге барлығына толықтай бағыт-бағдар беріп, толықтай қалай толтыруға дейін көмектесетін боламыз. Осы документтер керек. Ал сосын правасы бар студенттерге то же самое жеңілдік болады. Яғни жеңілдік болады дегенде Германияда мүмкін машина беру мүмкін, жұмыс орны бір команда болып келетін болса, 4 студент болып келетін болса, бір жерге тұратын орны мен жұмыс орны сәл алыстау болса, машина беріп қойса, 4-еуіне барып келуіне машина береді. Ондай жағдайларда болған, бірақ осыны көріп алып тұр, ойбай мен машиналар екен деп емес, әр жерде әртүрлі, бәріне емес. Просто право барма деп сұралады. Я десе, значит, машина беру шансы мүмкін дегені. Документтер осылар. Сіздерге қысқа нұсқа айтып кете салайын деп тұрмын. Мына жерде отырмын, бірдеңелер қуанып жатыр.